Қайырлы күн, достар. Бүгін сіздерге осындай өте жұмсақ болып шығатын, өте дәмді печеньелардың жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен ыдысымызға ұнды ситадан өткіземіз. Оның үстіне қантты саламыз. Және де ерітілген сары майды саламыз. Маргарин қоссаңыздар да болады. Оның үстіне арахисовый пастамызды саламыз. Және де бір жұмыртқаны саламыз. Кейін 1,5 шай қасық разрыхлитель саламыз, яғни қопсытқыш. Барлық керек заттарды описанияға көлеміме жазып шықтым. Енді барлығын жақсылап араластырамыз. Бастапқыда жабысқақ тесто сияқты болуы мүмкін, бірақ жақсылап толық араластырып шықсаңыздар, біркелкі қолға жабыспайтын жұмсақ тесто пайда болады. Кейін осы дайын болған тестомыздан кішкентай шариктар жасаймыз. Және де пергаментный қағазымызды ыдысымызға төсеп аламыз. Мен мұнда аздап сары май жағып шықтым, себебі менде пергаментный қағазға жабысып қалуы мүмкін. Егер сіздер поклан қағазын қолданатын болсаңыздар, онда бұлай май жағудың қажеті жоқ. Осылай тестомыздан бірнеше шариктар жасап аламыз. Қалауларыңызша тестоға арахис немесе шоколадный крошка қоссаңыздар болады. Осы видеода көрсетілгенде вилка арқылы печеньеларымыздың үстін әсемдеп аламыз. Бірақ бұл міндетті емес, басқаша істесеңіздер де болады. Дайын болған печеньеларымызды қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минутта пісіріп аламыз. Сонымен біздің печеньеларымыз дайын. Олар өте дәмді болып шығады, жүп-жұмсақ, өте нәзік болып шығады. Сіздер де менімен бірге жасап, жақындарыңызды қуантыңыздар. Ас болсын.